Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге Айзада каналыма қош келдіңіздер. Бүгін қатпарлы, дәмі тіл үйретін, тапсырыс қабылдап сатуға болатындай ұйғыр самсасының рецептімен бөлісемін. Самсаның қамырын, салмасын, дәмін сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Сондықтан видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, менімен бірге әзірленіңіз. Бізге керек 450-500 грамм ұн, бірақ ең басында 450 граммнан бастаңыз. 250 грамм мұздатылған сары май немесе маргарин қолдансаңыз болады. Ұнға малып, үлкен үккіштен өткіземіз. Май мен ұнды қолмен біріктіріп араластырамыз. Достар, қолдауларыңыз өте маңызды, сондықтан каналға тіркеліп, лайк басып, келесі жаңа видеоларымды өткізіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Үстінен 20% 100 грамм қаймақ, 2 дана жұмыртқаны қосып, жақсылап араластырып біріктіруіміз қажет. Мен ең басында 500 грамм ұннан бастап және жұмыртқаларым кішкене көлемде болып қалғандықтан, қамырым кішкене қаттылау болып шықты, бірақ ол ешқандай кедергі келтірмейді. Дәмі сол қалпы сөз жеткісіз болып шығады. Сондықтан сіздерге кеңесім 450 граммнан бастаған дұрыс, жетпей бара жатса, үстінен қоса саласыз. Сопақша көлемге келтіреміз. Бірде 2 бөлікке бөліп, тоңазытқышқа 30-40 минутқа жібереміз. Қамырымыз дайын болғанша салмасын дайындауға кірісеміз. Бізге керек ет пен құйрық майы. Әрине, құйрық майын ұнатпайтын адамдар да болады. Сондықтан өзіңіздің және отбасыңыздың қалауы бойынша оны алып тастасаңыз да болады. 500 грамм етті, менде сиыр еті, майдалап кішкене текшелерге кесеміз. Жүз грамм қойдың құйрық майын да майдалап тураймыз. Кішкене қолмен араластырып, біріктіріп алсаңыз болады. 500 грамм пиязды да текшелерге бөліп майдалап тураймыз. Міне салмамызға қажетті барлық ингредиенттер дайын. Енді дәміне қарай тұз бен бұрышты қосып жақсылап біріктіріп араластырамыз. Қазіргі иісінің өзі мұрынды жарады. Қамырды алып, астын кішкене көлемде ұн сеуіп, жұп-жұқа болғанша илей бастаймыз. Осы рецептпен шамамен 27-30 самса шығады. Сонда бір қамырын 14-15 бөлікке бөлесіз. Ал мен бір зуала қамырын 14 бөлікке бөлдім, ал екіншісін үлкен самса сегін келгендіктен 8 бөлікке ғана бөлдім.
Қамырымызды жұп-жұқа етіп илеп болғаннан кейін үстінен ертілген сары маймен немесе маргаринмен жағып шығамыз. Толық жағып болған соң осылай 10-15 минутқа қойып қоямыз. Уақыт өткеннен кейін ғана видеодағыдай ұнды біркелкі етіп сеуіп шығамыз. Сонда қамырымыз жұмсақ әрі ерекше қатпарлы болып шығады. Қамырды орап шығамыз. Қамырды тоңазытқышқа кем дегенде 1-2 сағатқа жібереміз. Немесе алдын ала дайындап бір түнге тоңазытқышқа қойсаңыз, ол тіптен жақсы. Тоңазытқыштан алып шыққаннан кейін бірдей бөліктерге бөлеміз. Айтып кеткенде шамамен 14-15 бөлікке бөлсеңіз болады. Әр қайсысын басып, осындай пішінге келтіріп аламыз. Қамырды ұнға малып, илеп аламыз. Ортасына 1-1,5 ас қасық салмамызды салып, қамырымыздың екі шетін жақсылап біріктіріп алуымыз қажет. Содан кейін барып, видеодағыдай өре бастаймыз. Бір жасағынан шықпаса ештеңке етпейді. Асықпай қарап жасасаңыз, міндетті түрде шығатынына сенімдімін. Достар, айтып кеткендей, қолдауларыңыз өте маңызды. Сондықтан каналға тіркеліп, лайк басып, осы және басқа да видеоларымен достарыңызбен бөлісе кетіңіз. Осылай видеодағыдай әр самсамызды өріп шығамыз. Қамырдың мынау ең соңғы қалған шетін артына қайырып жіберсеңіз де болады. Үстінен жұмыртқаның сары уызымен жағып, қалауыңыз бойынша қара күнжіт немесе ақ күнжітпен безендірсеңіз болады. «180 градуста қызып тұрған пешке 30-40 минутқа жібереміз. Ал екінші қамырды 8-ге бөліп, үлкен самсалар жасадым. Үлкендерінде дәл сол градуспен уақытта пісіреміз. Міне біздің ерекше қатпарлы, әдемі әрі өте дәмді самсаларымыз дайын болды. Дәл осы рецептпен әзірлеп көруге кеңес беремін. Міне көрсетіп тұрғандай, үлкенірек самса мен кіші самсаның айырмашылығы қандай. Бірақ өзіме кіші көлемдегі ұнайды. Қамырдың қатпарлығының дыбысын естіңіздерші. Міндетті түрде отбасыңызды қуантыңыз. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Каналыма тіркеліп, каналымда басқа да өзіңізге пайдалы, оңай әрі дәмді рецептерді таба аласыз. Астарыңыз дәмді болсын. Аман сау болыңыздар.